Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге мына эластичный платочный вязканы эластичный етіп жабуды көрсетемін. Мынау жабылған жері. Мына көрдіңіз бе, тартылады, өте әдемі жабылады. Мынау теріс жағынан осылай тұрады. Ал оң жағынан мынандай жалғасы сияқты болып жабылады. Ол үшін біздер жапқан кезде теріс жақтан жапқан дұрыс. Теріс жағынан мына бір ілмекті тоқып аламыз. Жапқан кезде сосын негізгі инеден 1 миллиметрге кіші инемен жапқан дұрыс. Тоқып алдық, содан кейін мына инедегі 2 ілмекті оң етіп тағы тоқимыз. Мына солай 1 ілмек шығады. Мына ілмекті тоқимын. Сосын мына инедегі 2 ілмекті былай тоқып 2 ілмектен 1 ілмек шығарам. 1 ілмек тоқылды инеде. Мына 1 ілмекті тоқып аламыз да. Сосын мынадағы 2 инені 2 ілмекті 1 ілмек шығарамыз. Осылайша жалғастыра береміз. 1 ілмекті тоқып аламын. Содан кейін мынадағы 2 ілмекті 1 ілмек шығарам. Міне осылай бізде эластичный серпімді платочный вязканы әдемі жабып шығады.